Жасым 19-да, өзімнен кейін 2 інім бар. Аллаға шүкір, отбасымызда жағдайымыз да жақсы. Айтайын дегенім, мені мұңға салған махаббатым жайлы. Мен бір жігітпен 1 жылдай жүрдім. Ол 91 жылғы еді. Біз бір-бірімізді қатты жақсы көрдік. Жиі кездесіп, қыдыратынбыз. Ол маған үйленетінін айтып, жақындасуымызды өтінді. Бірақ мен үзілді-кесілді бас тарттым. Оны қатты жақсы көріп тұрсам да, нәпсіге берілмеуге тырыстым. Ол жалпы жақсы жігіт болатын. Екеуміз 1 жылдай жүрдік. Бірақ кейін мен оның әйелі мен 2 баласы бар екенін естідім. Сол кезде өте ауыр жағдайда болдым. Санамда жауабы жоқ мың сұрақ болды. Оны қатты жақсы көрсем де, одан бас тартуыма тура келді. Бар шындықты айтқанында ол: "Иә, мен үйленгенмін, балаларым да бар. Бірақ мен сені жақсы көремін. Сенімен болғым келеді. Мен ажырасам, әйелімнен жалықтым. Күнде бір алманы жегеннен адамда жалығады ғой. Сен әдемісің, тартымды қызсың. Әйелімнен 1000 есе әдемісің" деп әңгіме айтты. Мен оның осы сөздерінен кейін тіпті көңілім қалды. Өйткені оның бар ойы менімен тек жақсы уақыт өткізу екенін түсіндім. Мен одан аулақ болуға тырыстым. Нөмірімді ауыстырдым. Бірақ одан ештеңке шықпады. Есігімнің алдына келіп тұрып алатын. Сөйтіп, өз үйімнен өзім қашып, тәтемнің үйіне қонып жүрдім. Киім немесе сабақтарымды аларда бөле сіңілімді жұмсайтынмын, алып келші деп. Осылайша онымен кездесуден қашып жүріп құтылдым. Жақсы көрдім. Шыны керек, ұмыта алмадым. Мүмкін әйелінен ажырасып мені алар деген ой маза бермейтін. Бірақ мен 2 баласын ойладым. Біреудің обалына қалғым келмеді. Алладан мені жаман ойға салып, теріс жолға түспеуіме көмек сұрадым. Басқа жігіт табылар, маңдайыма жазылған бір адам бар шығар. Тағы да айтарым, мен қазір медицина бойынша білім алудамын. Соңғы курсым алда мемлекеттік емтихандар. Қатты қорқып қобалжып жүрмін. 1 айдан кейін басталады. 5 сабақтан емтихан тапсырамыз. Қалай болар екен деп қатты уайымдап жүрмін. Оған қосымша сертификат, тест дегендер тағы бар. Оқып дайындаламын ғой, бірақ сонда да тапсыра алмай қалатын сияқтымын. Анамды ойлаймын. Ол кісі маған үміт артып отыр. Және де тапсыра алмай қалсам, қиналып уайымдайтыны анық. Емтихандарымды жақсы тапсыру үшін маған ойымды жинақтап, жүрегімді жаралаған жанды ұмытуым керек.